Сәлем достар, бүгін біз хит орамалдың тігілу жолын үйренетін боламыз. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Орамал тігіп үйренеміз. Орамал тігу үшін 1 метрден аса мата қажет. Ол матаны осылай екіге бүктеп алып, қайшымен дәл ортасынан 3 бұрышты етіп қырқамыз. Сол кезде 2 орамал шығатын болады. Артық жерлерінің барлығын қайшымен қырқып тастаймыз. Бірінші мына бетін, екінші мына бетін, сосын үшінші алдыңғы жағын тігіп шығамыз. Машинамен немесе бірінші қолмен тігіп алсаңыздар болады. Осындай 0,5-0,2 аралықта өте майда етіп тігіп аламыз. Машинамен тігіп жатырмын мен. Машинамен тігуге алғашқыда қиналсаңыз, бірінші қолмен тігіп, артынан машинамен тіксеңіз болады. Сол кезде ешқандай қисық болмай түзу шығады. Орамалдың бірінші бетін тігіп болдым. Енді екінші бетін тігетін кезде осылай артық жерді кішкене алып тастаймыз. Осылай ішке қарай қайырамыз. Тағы да 2 рет қайырып, осылай тігіп шығамыз. Аяқ жағында осылай қайтадан қайырып, дәл жаңағы әдіспен ішке қайырып, одан кейін қайтадан қайырып өстіп тігеміз. Одан кейін оған осындай шашақты тіксек болады. Шашақты тікпес бұрын мынау тігіспен тігістестіріп тігеміз, және де кішкене жоғарыда ішке қарай қайырып жібереміз. Үш бұрышын шығару үшін орамалдың осындай кішкене қолымызбен бүріп алып, майыстырып, осылай, сосын осы жерді белгілеп алып, инемен белгілеп қойсаңыздар болады, тігіп шығамыз. Сол кезде 3 бұрышты болып орамалдың ұшы шығады. Шашақтарды бір бетке қарай қойып отырып тігеміз. Орамалға араласып кетпеуге қажет. Келесі кезекте лекаламен жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге дәл осындай форматта PDF-пен лекала жібердім. Соны кәдімгі принтерден шығарып аласыздар. Ешқандай размер ештеңке өзгертпейсіздер. Дайын лекаламызды қайшымен қырқамыз. Қырқан кезде біз оюдың мына бөліктерін қырқып тастамауымыз қажет. Тек оюдың основасын қырқып аламыз. Оюдың 2 данасы қажет. Бір данасын біз основа ретінде пайдаланамыз. Екінші данасын біз бөліктерге бөліп, яғни көмекші сызықтар сызу үшін пайдаланамыз. Біздің лекаламыз 4 бөліктен тұрады. Қиып алған лекаламызды фетр матасына түсеміз. Мынау біздің основамыз лекаламыздың. Біздің фетр матамыздың төменгі жағы тіп түзу болу керек. Лекаламыздың основасын фетрға осылай қойып, бізге қажетті матаны есептеп аламыз, яғни фетрді. Әр бөліктерінен белгілеп қоямыз. Осы видеодағыдай. Основамыздың қалған бөліктерін сызып аламыз. Фетр матаға сызған кезде бізде ішкі ручка болғаны дұрыс. Қатты боямаймыз. Егер біз қатты боязақ, қазір тіккен кезде біздің моншақтарымыздың астынан сызықтарымыз көрініп қалады. Сол себепті жай ғана сызып өтеміз. Орамалымыздың оң жақ бөлігі, сол жақ бөлігі деп алатын болсақ, біз сол жақ бөлігін сызып болдық. Енді дәл осыны оң жаққа қаратып, дәл осыны сызып аламыз. Яғни бұл біздің орамалымыздың лекаласының основасы деп айтсақ болады. Біз қазір дәл осыны бөлшектерге бөлінген түрімен де жұмыс жасаймыз. Лекаладан екінші мәрте қырқып алған бөліктеріміз ол бізге көмекші сызықтар ретінде қажет болады. Мынау тұтастай основа болса, ол көмекші құрал. Мынау лекаламыздың бірінші бөлігі. Осыны дәл өзінің размерімен осылай қойып, ручкамен сызып аламыз. Екінші бөлігіміз осылай қойып, оюларды сызып аламыз. Келесі үшінші бөлігіміз, яғни ең ұзын оюымыз, оны да өзінің оюларының сызығымен қондырып шығамыз. Келесі төртінші бөлікті, яғни ең кішкентай бөлік белгілеп сызып аламыз. Сызықтар основа бойынша бірдей болуын қараймыз, және дәл осы сызықтарды екінші бетке теріс бетінен түсіреміз. Түсіріп болғаннан кейін фетрді қайшымен қырқып аламыз. Қырқып жатқан кезде мынау жиектегі сызықтарды мейлінше жақынырақ алып қырыққан дұрыс. Және де жаңа айтып өткенімдей, мына жердегі оюды қырқып тастамаймыз. Айналдырып қырқып аламыз. Ішін ойып тастамаймыз.
Ең алдымен бірінші бөлігімізді осындай метражный стразамен тігеміз. Метражный стразаны тігу үшін инені фетрға қадап аламыз, және де стразаның арасында осындай бос орындар болады, соның арасымен тігіп отырамыз. Сол кезде жібіміз көрінбейтін болады, арасын ашып отырып тігеміз. Дәл жанынан шығарып отырамыз. Бұны тігіп болғаннан кейін осылай шетінен қырқып аламыз. Әр тігісті тігіп болғаннан кейін артқы бетке қаратып осылай түйіндеп тастаймыз. Екінші тігісіміз жемчуг бисердің ақ түсін, қызыл түсін және бір ақ түсін алып, сызығымыз бойынша қиғаштап отырып тігіп шығамыз. Біріншісін осылай тігеміз, екіншісін дәл соның қасынан, жанынан алып, дәл жаңағы тәсілмен барлығын тігіп шығатын боламыз. Ақ, қызыл және де қайтадан ақ. Осының барлығын біздің оюымыз біткенше тігіп шығамыз. Екінші түсті тігіп болғаннан кейін де артқа қаратып осылай түйіндеп аламыз. Және де оны қырқып келесі тігісті қайтадан бастаймыз. Үшінші тігісіміз капля хрустальды алып, осындай моншақпен тігіп шығатын боламыз. Моншағымызды инеден өткізіп аламыз және де қиғаштап қойып, барлығын тігіп шығамыз. Біріншісін осылай, екіншісін дәл жаңағындай жанынан шығарып, оюдың соңына шейін тігіп шығамыз. Қолдың көмегімен орын-орнына орналастырып отырып тігеміз. Біз лекала бойынша бірінші бөлік тігіп болдық. Енді екінші бөлігімізге осындай моншақты тігіп шығамыз. Және де пайеткамен оның сыртын қаптаймыз. Пайетканы тігу үшін инені шығарамыз, пайетканы соған бекітеміз және де дәл ортасынан жіппен тігеміз. Дәл солай қайталаймыз. Инені шығарамыз, пайетканы иненің ортасынан өткізіп, бір жанынан тігеміз. Дәл осылай қайталап тігіп шығамыз. Келесі осы көрсетілген жерге біздің моншақтарымызды тігіп аламыз. Одан кейін оның сыртын осындай метражный стразамен тігіп шығамыз. Дәл жаңағы бірінші тіккен тәсілмен. Одан кейін біздің ұзын оюымызды тігеміз. Ол үшін біз дәл сызықтың бойынан инемізді өткіземіз және де осындай хрустиарусты алып тігеміз. Қиғаштап отырып, дәл соның жанынан қайтадан екіншісін өткіземіз. Осылай айналдырып, ұзын оюымыздың жиегін сызық, яғни ою біткенше тігіп шығатын боламыз, айналдырып отырып. Видеодағы әдіспен. Барынша мынау сызылған жерлерден асырып тіккеніміз жөн. Одан кейін біз бұл оюдың ішін осындай пайеткамен қаптаймыз. Пайетканың тігілу әдісі дәл жаңағындай. Бірінші инені өткіземіз, одан кейін пайетканың дәл ортасынан фетрға тігеміз. Одан кейін мынау бізде бос қалған жерлерді тағы да осы пайеткамен толтырып шықсаңыздар болады. Осындай готовый моншақты ең жоғарғы бөлігіне тігеміз және де оның жиегін осындай хрусталь моншақпен айналдырып тігіп шығамыз. Жоғарғы жаққа осы моншақты тігеміз. Дәл соның жанынан 6-4 мм моншақтарды араластырып отырып, осылай тізбектеп тігіп шығатын боламыз. Моншақтарды инеге тізіп, ең қарапайым әдіспен тігеміз. Келесі тігісіміз 2 дана жемчуг моншақ, одан кейін бір хрустиарусты алып, қиғаштап отырып тігіп шығамыз осы видеодағы тәсілмен. Төрт миллиметрлік моншақты тігіп аламыз. Кәдімгі қарапайым тігіспен, одан кейін 6-4 мм-лікті араластырып отырып тігеміз. Ең жоғарғы жағына 6 мм-лікті тігіп шығамыз. Енді біз осы бір бетке тіккенімізді екінші бетке дәл солай қайталап аламыз. Және де тігіп болғаннан кейін қарасаңыздар, мынандай кішкене ашық жерлер қалады. Сол жерге қолдарыңыздағы бар пайетка, хрустиаруспен барлығын тігіп шықсаңыздар болады. Келесі жұмысымыз орамалымызға алдыңғы моншақтарды тігіп шығу. Ендігі біздің келесі сабағымыз, біз мынау алдыңғы бөлікке шашақтарды тігеміз. Ол үшін біз мынау фетрдің астынан былай жоғарғы жақтан алып келіп, инемізді дәл ортасынан
өткіземіз. Міне өткіздік. Енді осы жерге біздің сабақ барысында қолданған мынадай кішкентай бисер моншағымызды, және де осындай бір дана хрусталь моншақты, және де осындай шашаққа ұқсас келетін осындай жемчуг нені моншақты пайдаланамын. Осылай қоямыз. Міне, енді біз осыны бекіту үшін қайтадан мынандай ең кішкентай бисерді аламыз да инеден өткіземіз. Сосын қайтадан кері қарай жүреміз тізбекке. Осылай шығарып аламыз. Мына жерден ұстап отыру керек. Барлығы түзу болып шығу керек. Мына жақтан тартып, мына жақтан жіберіп, сөйтіп отырып келтіреміз. Міне, осылай түседі. Содан кейін оны қайтадан, мына инемізді қайтадан фетрге өткіземіз. Міне, біздің бір шашағымыз дайын болды. Енді бұны әркімнің өзінің қалауына қарай, мүмкін біреу ұзын болып тұрған қалайтын болса, 2 дана хрустальдан қосуға болады деген сияқты, сол үлкейте беруге болады. Енді осыны өзіңізге ыңғайлы жақ, мына беттен ары қарай жалғастыруға болады, немесе мына беттен былайға жалғастыруға болады. Мен былай жалғастырамын. Енді ара қашықтықты примерно көз мөлшермен аламын. Мен өте алыс емес, өте жақын емес. Сіздер өздеріңіз белгілеп, солай жасай бересіздер. Мен мына біздің стразовый мынандай метражный неміздің бір 2-3 данасынан аралықта салып отырмын. Біз мына түсті тігіп болдық. Енді дәл осыны мына беттен қайталаймыз. Дәл жаңағы әдіспен оюымызды аламыз. Ара қашықтықты сақтай отырып, инені астынан шығарамыз. Одан кейін кішкентай 2 бисер жемчуг. Одан кейін қызыл капля және қайтадан жемчуг бисер. Осылай алып келіп, енді қараңыз, мынау жоғарғы бөлікте қалады, төменгі бөлікте мынау қалады. Соны ішінен өткіземіз. Содан кейін инемізді былай шығарып алып, өткізіп аламыз. Міне мына жерді ине жіп бекітілген жерден осылай тартып тұрамыз қолымызбен. Мына жіп қозғалып жүреді. Соны осылай қолмен ұстап отырып, мынау қатты тартылып қалмау керек. Біздің жібіміз немесе бос болып қалмау керек. Ровно осылай сақтап орналасу керек. Егер қандай да бір мынандай бос болып қалып тең келмей жатса, қайтадан мынау жоғарғы төменгі жағына барып, ең алғашқы осы жерден жібімізді кішкене тартамыз. Мынаны осылай итеріп белгілеп қоямыз да, жіпті қайтадан тартып отырып келтіреміз. Енді дұрыс келді. Осының қайтадан инені шығарған маңнан, орнынан қайтадан инені өткізіп тігіп тастаймыз. Тіктік. Енді әрі қарай қатты тартылып қалмау керек. Одан кейін қайтадан ара қашықтықты сақтап отырып, әрі қарай осылай жалғастыра береміз. Мен ең соңғы бөлігін тігіп жатырмын. Енді келесі кезекте оюымызды орамалға қондырамыз. Орамалымызды осылай алдын ала дайындап аламыз, тігіп, және де ішіне қарай бір рет қайырамыз. Міне қайыратын тұсымыздан мен өтектеп белгісін қойып қойдым. Осы тұсты кәдімгі ине жіппен алып, былай көктеген тәрізді тігіп шығамыз. Содан кейін осылай қойып аламыз. Дәл ортасын алдын ала белгілеп аламыз. Дәл ортаңғы тұсын. Мен басыма тағып та өлшедім, және де былай орамалды былай екі жаққа қойып, және де ана жақтағы ұшын ортаға қойып, немесе екеуін бір-біріне қайырып отырып, жан жақты өлшеп, солай белгілеген дұрыс. Осылай ортаңғы бөлігін есептеп аламыз. Содан кейін мынау біздің дайын оюымызды, мына жердегі біздің үшкір жерімізді мынау сызыққа әкеліп былай қоямыз. Осылай. Мынау қойған кезде мына жерде біздің ою ұштасқан жерлеріміздің бәрі орамалдың ең алдыңғы ұшына түскені дұрыс. Тігіп шығамыз. Егер ыстық клей болса,
осылай белгілеп аламыз. Мысалға бірден ізі кетіп қалатын нәрсемен белгілеген дұрыс. Осылай белгілеп аласыздар да. Мына жерде ұшы қай жерде тұрады барлығын белгілеп алып, ыстық клейді жағып, сосын бірден былай жаңағы әдіспен орнатып шықсақ болады. Одан кейін оның үстінен инемен жіппен қайтадан тігіп өтеміз. Мен ыстық клеймен жабыстырып шығамын. Ол үшін оюымды осылай ыстық клеймен ортаңғы жақтарда осылай сол жерге әкеліп қоюымыз керек. Моншақты орамалымыз дайын.